Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайында сыр жасаудың рецептімен бөліскім келеді. Осылай видеодағыдай өте әдемі болып шығады. Ол үшін бізге 1 литр сүт керек болады. Сүтті қайнап тұрған отқа қойып, жақсылап тұрып қайнатып аламыз. Және 1 шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сүтіміздің асты жабысып қалмауы үшін венчикпен жиі араластырып тұрамыз. Қоспасына бізге 3-4 жұмыртқа керек болады, және 200 грамм сметана, 5 үлкен қасық деп есептесеңіздер болады. Барлығын салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 1 келкі масса болғаннан кейін жаңағы қайнап тұрған сүтімізге қоспамызды саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Венчикпен жиі араластырып тұрамыз, себебі сүттің асты жабысып қалмауы керек. 1 келкі масса болғанға дейін видеодағы көріп тұрғандарыңызға кішкене сүтіміз қоюлана түсті. Және сүттің сары суы жеке бөлініп шыққанға дейін жақсылап тұрып қайнатып аламыз. Дайын болған қоспамызды жеке сүзіп алу үшін ыдыстарымызды дайындап аламыз. Бізге ол үшін марлы керек болады. Марлыға жаңағы қоспамызды сүзіп аламыз. Сары суынан жеке сүзіп аламыз. Осындай видеодағыдай асты тесік ыдыс дайындап алсаңыздар болады. Себебі жаңағы біз сырды сүзгеннен кейін сары су жеке бөлініп шығу үшін осылай ыдыс дайындап алуымыз керек. Марлыдан барлығын жақсылап қысып дайындап аламыз. Жаңағы ыдысымызға салып, нығыздап саламыз. Үстін қатты ыдыспен басуымыз керек. Мен 1 литр су пайдаландым. 3-4 сағатқа осылай суық жерге қойып қоясыздар, ас болсын қыздар.